Бүгінгі оқиға шынымен өте ауыр. Сондықтан арнамда алғаш рет ескерту жасауға мәжбүрмін. Егер сіз түрлі қайғылы оқиғаларды ауыр қабылдайтын болсаңыз, және ондай дүниелерге сезімтал болсаңыз, бұл видеоны көрмегеніңіз дұрыс. Ал соңына дейін қалуды шешкендерге қош келдіңіздер. Бұл арнада мен уақыт өте келе шынайы қылмыстық істер мен түсініксіз құбылыстар туралы айтып тұрамын. Егер мұндай тақырыптар қызық болса, арнаға жазылып бастайық. Жапондар ежелден еңбекке деген ерекше адалдығымен танымал. Жапонияда 1970 жылдары караоси термині пайда болды. Ол шамадан тыс жұмыс істеудің салдарынан болатын өлімді білдіреді. Бұл туралы бұрын естіген шығарсыз бәлкім. Көптеген компанияларда менеджерлар қызметкерлерден өз міндетінің тыс жұмыстарды орындауды талап етуді бастаған. Ерте келуді құптайды, ал жұмыстан уақытында кетуді құптамайды. Мерзім жақындағанда жұмыс орнында ұйықтап алу да қалыпты жағдайға айналған. Бұл қоғам мен жұмысшылардың психикалық денсаулығына кері әсер етсе де, мұндай зиянды дәстүр бүгінге дейін сақталып келеді. Кейде жаман тәжірибе деп жатады. Адам өз қателіктерінен сабақ алып, алға жылжиды. Бірақ кейбір қателіктердің салдары соншалықты ауыр болады. Тек бәрінің баяу күйреп жатқан қорқыныш пен бақылаудан басқа амал қалмайды. 1999 жылы салғырттық компанияның пайдаға деген ашкөздігі және жұмысшылардың қауіпсіздігіне мүлде мән бермеу бір адамның елестетуінен қиын азап шегуіне себеп болды. 1999 жылдың 30 қыркүйегінде таңертең техник Хасаси Оути, оның әріптесі Масато Синахоро және олардың жетекшісі Ютака Юкокова Такумура ядролық отын өндіру зауыты кешеніне келді. Бұл олардың кезекті жұмыс күні еді. Мен химик те, физик те емеспін, сондықтан өзім түсінгендей түсіндіремін. Зауыттағы қондырғылардың бірі уранды өңдеп, кейін одан ядролық отын өзектерін жасауға арналған. Кейін бұл отын басқа атом электр станцияларын пайдаланатын. Бұл жұмысқа арнайы дайындықтан өткен мамандар жоқ болатын. Сондықтан бос тұрған кез келген техник осы міндетті атқара беретін. Процестің нақты нұсқаулығы болған. Қандай ерітіндіні қай резервуарға құю керек, қанша уақыт араластыру қажет, бәрі егжей-тегжейлі жазылған. Алайда бұған дейін 3 жыл бұрын компания ресми процедураны өзгерткен. Енді уран нитраның ерітіндісін арнайы еріту багында емес, тот баспайтын болатта жасалған шелектерде қолмен дайындауға рұқсат етілді. Бұл заңға қайшы әрі мемлекеттік қауіпсіздік талаптарын бұзады. Дегенмен, бұған дейін ешқандай апат болмаған. Себебі қолданылатын уранның концентрациясы әрдайым өте төмен болатын. Сол күні 3 жұмысшы зауытқа келгенде кәсіпорын ядролық отын өзектерін жеткізу кестесінен 2 күнге қалып қойған еді. Компания қызметкерлерге қатты қысым жасап, жұмысты мүмкіндігінше тез аяқтауды талап етті. Сол себепті техниктер процедураны тағы да өз бетінше өзгертті. Олар уран нитраның ерітіндісін шелекте араластырып, кейін оны тұндыру резервуарына қолмен құя бастады. Бұған қоса жұмысты тезірек аяқтау үшін бұрынғыдан да 7 есе жоғары уран қолданды. Өздеріңіз түсінгендей дәл осы шешім кейін қайғылы апатқа алып келді. Таңғы сағат 10:35 шамасында Хисаси Оути мен Масато Синахоро шелектерді уран ұнтақтарына араластырып жатты. Бірақ олар рұқсат етілген мөлшерден 7 есе жоғары пайдаланған еді. Сол сәтте Оути резервуарына еңкейіп, өндіру резервуарына еңкейіп тұрды. Ал платформада тұрған Масато Синахоро ерітіндіні құйып жатқан еді. Кенеттен гамма сәулелені дабылы іске қосылды. Оути, Синахоро және Ютака Юкокова өте қорқынышты қателік жібергендерін бірден түсінді. Куәгерлердің айтуынша үшеуі де көгілдір түсті жарқылдық көрген. Бұл Валиев-Чириков эффектісі деп аталатын құбылыс. Ол кезінде орасан зор энергия бөліп, дыбыстан жылдам ұшатын ұшақ немесе оқ тудыратын соққы толқыннан ұқсас жарылыс толқыны пайда болады. Бұл бақылаудан шыққан ядролық тізбекті бөліну реакциясының басталғанын көрсетті.
Соның салдарынан бөлме өте жоғары деңгейдегі радиациямен ластанды. Ең жақын тұрған Хисаси Оути ең жоғары радиация дозасын алды. Оның қасында тұрған Масата Синихора сәл азырақ сәулеленді. Ал бірнеше метр жерде компьютердің жанында отырған Ютака ең төменгі дозаны қабылдады. Түсінікті болу үшін айта кетейін. Халықаралық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес бір адам үшін жылдық радиацияның рұқсат етілген шегі шамамен 20, ал шамамен 5000 еді. Ал адам өміріне аса қауіпті, көбіне өлімге әкелетін доза болып саналады. Бірақ Хисаси Оути бір сәттің ішінде 17.000 сәулеге ұшырады. Бұл өлімге әкелетін мөлшерден 3 еседен астам жоғары еді. Масата 10.000, ал Йота 3000 мил радиацияны қабылдады. Үшеуі де бірден қашуға тырысты. Алайда көп ұзамай Хисаси және Масата бүкіл денелерін күйдіріп бара жатқандай қатты ауырсуды сезінді. Олардың жүректері айнып, тыныс алуы қандай қиын екені сезілді. Ютака радиацияны әсерін сезінді, бірақ оның жағдайы өзгелерге қарағанда жеңілдірек болды. Хисаси киім ауыстыратын бөлмеге жеткен соң құсып, еденге құлап, есіне танып қалды. Зауыт дереу эвакуацияға тап берді. Басқа қызметкерлердің сеуіліне жол бермеу үшін апаттың салдарын жою мақсатында басталды. Хисаси Оути, Масата және Ютака барлығы радиаторлық ғалымдар институтына жеткізілді. Алайда Хисаси жағдайы өте ауыр болғандықтан оны көп ұзамай тәжірибелі мамандары бар Токио университетінің ауруханасына ауыстырды. 1999 жылдың 30 қыркүйегі кешкі Хисаси Оути Токио университетінің ауруханасына жеткізілді. Ол кезде бұл ауруханада радиациялық зақымдануды емдеуге арналған заманауи медициналық жабдықтар болатын. Оутиді зімбілмен жұмсақтау бөліміне апарып, жеке палатаға орналастырылды. Оған көмекші медбикелердің бірі бақылау жасады. Оның айтуынша, сіңген қолы мен күйіп қалғандай көрінетін терісін есептемегенде науқас өзін жақсы сезінген. Ол сергек, ашық жарқын, көп сөйлейтін, әрі өте сыпайы адам болып көрінді. Тіпті медбикелердің бірі сол күні оның жағдайына қарап, мұндай адамды үйіне де жібере салуға болатын сияқты деген ойға келген айтқан. Бірақ ешкім сол сәтте медицина тарихындағы ең қорқынышты жағдайлардың бірінің басталғанын білген жоқ. Дәрігерлер Оутидің атом станциясындағы апатқа ұшырағанын білген соң, оның сүйек кемігін зерттеуге шешім қабылдады. Зерттеу нәтижесі бәрін шошытты. Олар бұл жағдайдың мүлде ерекше екенін түсінді. Адам ағзасындағы күн сайын сансыз жасушалар өледі, бірақ олардың орнына жаңалары түзіліп отырады. Бұл үрдіс хромосомалардың генетикалық ақпараттың арқасында жүзеге асады. Егер хромосомалар өз қызметін атқара алмаса, ағза өзін қалпына келтіре алмайды және адам өмір сүре алмайды. Ал Хисаси Оутидің хромосомалары радиацияның әсерінен соншалықты қатты зақымданғаннан еді, зертханалық үлгілерге қарағанда олар тура бөлшектеніп кеткен сорпа сияқты көрінді. Кейбір хромосомалар әйнек секілді быт-шыт болып сынып, жан-жаққа шашылып кеткен. Олар танудың өзі қиын еді. Басқалары қалыптан тыс бірігіп, өзгеріп кеткен. Жасушалардың көбеюі мен қалпына келуіне қажетті сызба мүлде жойылған. Басқаша айтқанда, хромосомалар өз қызметін толық жоғалтқан. Дәрігерлер мұндай көрініске сене алмады. Егер зақым осыншалық ауыр болса, онда неге медбикелердің айтуынша Оути өзін сау адамдай ұстап, көңіл күйі жақсы болып көрінді. Көп ұзамай олар мұның себебін түсінді. Оути елес кезеңі деп аталатын сатыда болған. Бұл радиациялық уланудан кейін бірнеше сағаттан бірнеше күнге дейін созылуы мүмкін уақытша қалыпты жағдай. Жарылысқа дейін оның жасушалары әлі де жұмыс істеп тұрған. Сондықтан ауруханаға алғаш келгендегі сергектігі уақытша ғана еді. Радиацияның нақты салдары байқалып бастаған сәтте бәрі күрт өзгертетін еді.
Қарапайым тілмен айтқанда, оның ағзасы баяу іске қосылатын бомбаға айналған болатын. Ең ауыр азап әлі де алда еді. Хромосомалардың қызметі бұзылғанымен қатар оның қанындағы лейкоциттер саны да қауіпті деңгейге дейін азайып кетті. Соның салдарынан ағза кез келген инфекция мен ауруға қарсы қорғаныссыз қалды. Істі басқарған бас дәрігер Казухико Коя ол аутидің толықтай стерильді палатаға ауыстыруды бұйырды. Онда ол сыртқы ортадағы бактериялар мен басқа да жұқпалы қоздырғыштардан барынша қорғалатын еді. Дәрігер оның өмірін сақтап қалудың жалғыз мүмкіндігі ағзаға саудың жасушаларын енгізу екенін түсінді. Егер бәрі сәтті өтсе, олар жаңа қан жасушаларын түзіп, ағзаның қалпына келуіне көмектесуді мүмкін еді. Сондықтан ол сол кезеңде қатерлі ісікті емдеуді қолданылып жүрген тәжірибелік әдісті гемопоэттік жасушаларды трансплантациялау тәсілін қолдануға шешім қабылдады. Бұл үшін донордың сау сүйек кемігінен алынған жаңа жасушалар аутидің ағзасына көшіру қажет болды. Егер бұл көшіру сәтті өтсе, жаңа жасушалар оның сүйек кемігінде орнығып, қайтадан қалыпты жасушалар өндіре бастайды деп үміттенді. Алайда бұл әдістің маңызды шарттары бар еді. Донордың иммунитеттік жүйесі науқастың ағзасымен үйлесуі тиіс. Бақытына қарай Хисаса аутидің туған әпкесі барлық медициналық тексерулерден өтіп, сәйкес донор деп танылды. Операция жасалды. Отбасы қатты алаңдады. Өйткені Хисаси аути мұнда ем қабылдаған әлемдегі ең алғаш пациент болды. Дәрігерлер радиация оның ағзасына қаншалықты ауыр зиян келтіргенін жақсы түсінді. Сондықтан бас дәрігер отбасының әрбір кезеңіне хабардар болып, отыруына ерекше көңіл бөлді. Дәрігерлер Хисаси аутидің отбасы мүшелеріне онымен күн сайын кездесуге рұқсат берді. Бас дәрігер жалған үміттің жағдайда одан әрі қиындататынын жақсы түсінді. Сондықтан ол отбасының науқастың жағдайындағы өзгерістерді өз көзімен көріп, ең ауыр жағдайда біртіндеп психологиялық тұрғыдан дайын болғанын қалады. Ал Хисас аутидің өзі жағдайынан қаншалықты ауыр екенін толық түсінбеген сияқты еді. Медбикелердің бірі оның бір күні мен ауруханадан бір ай шамасында шығамын деп ойлағанмын, бірақ бұдан да ұзақ уақыт жататын сияқтымын иә деп сұраған еске алады. Кейін ол радиация туралы сұрады. Осындай сәулелерден кейін лейкемия немесе басқа бір ауруға шалдығу қаупі бар ма? Бірақ аути бір нәрсені білмеді. Оның ағзасы соншалықты ауыр зақымданғаннан еді. Оның дамуына жететін уақыттың өзі қалмаған болатын. Көп ұзамай сәулелік аурулардың физикалық белгілері бірінен соң бірі байқала бастады. Терісі серпімділігін жоғалтты. Қабат-қабат болып сындырыла бастады. Дәрігерлер медициналық жабысқақ таспаны шешкен сайын онымен бірге үлкен тері бөліктері жұлынып кететінін байқады. Сол себепті олар таспаны қолдануды толық тоқтатты. Кейін тіпті оның денесіне еш нәрсе жапсырмайтын болды. Біраз уақыттан соң өкпесіне сұйықтық жиналып, тыныс алу қиындай түсті. Қозғалуға ғана емес, сөйлеудің өзі ауырлай бастады. Соған қарамастан оның жігері сынбады. Ол бұрынғыдай күлімсіреп, жұбайына мен сені жақсы көремін деп айтатын. Медбикелердің айтуынша бұл сәттердің әрқайсысы өте әсерлі болған. Өкпесіне сұйықтық үздіксіз жинала берген соң аути өздігінен тыныс ала алмай қалды. Дәрігерлер оны жасанды тыныс алу аппаратына қосты. Оларды тексеру кезінде іштің шарышты қабығы толықтай өртеніп, қабырғасынан ажырай бастаған анықталды. Ішектің бұл қабаты қоректік заттардың сіңуіне, тағамның қорытылуы және ағзаны микробтық инфекциялардан қорғау үшін аса маңызды. Онсыз адам тағамнан кез келген қоректік заттардан, барлық судан да қалыпты түрде сіңіре алмады. Мұндай жағдайда ағза көп мөлшерде сұйықтық пен қоректік заттарды жоғалтты. Соның салдарынан ауыр сусыздану, ашығу және ақырында өлімге әкелуі мүмкін. Бірақ көп ұзамай белгілі болғандай, өлімнің өзі Хисаси аутиді алда күтіп тұрған азаппен салыстырғанда әлде қайда жеңіл болатын.
не себепті болғанын анықтау үшін дәрігерлер тағы бір зерттеу жүргізді. Нәтижесінде сүйек кемегін трансплантациялау кезінде енгізілген сау тін жасушалардың хромосомалары да оның ағзасындағы радиацияның әсерінен зақымдағаны анықталды. Дәрігерлер қанша тырысқанымен оның денесі радиациядан соң шалықты ауыр зардап шеккен еді. Тіпті жаңа көшірілген сау жасушалардың өзі бөлініп кеткен. Бұл көшірме нәтижесін бермеген және ОУТ-дің жағдайын қайтадан бастапқы деңгейге түскенін білдірді. Бұл жаңалық бас дәрігерді қатты күйзелтті. Себебі енді ол осы ауыр шындықты науқас пен оның отбасына жеткізу керек еді. Осы уақытта Хисаси ОУТ-дің асқазан ішек жолында күрделі бұзылыстар пайда болды. Ол ішек қызметін бақылай алмай қалды. Тәулік бойы тоқтамайтын диарея басталды. Ішектің зақымданған қабығы ішке қан кету әкелді. Ол күн сайын көп мөлшерде қан жоғалтты. Сол себепті дәрігерлер оған қайта-қайта қан құю мәжбүр болды. Елестетіп көріңізші, кей күндері оған тәулігіне 10 ретке дейін қан құйылған. Ауырсынуын азайту үшін оған үздіксіз фентанил беріліп отырды. Соған қарамастан терісі мен жұмсақ тіндері көпіршіктеніп, қабат-қабат болып ажырауын тоқтатпады. Соның салдарынан ағзаға сұйықтықты ұстап тұра алмай, ауыр созылуды қаупіне ұшырады. Мәліметтерге сәйкес ол тәулігіне 8-10 литрге дейін сұйықтық жоғалтқан. Бұл көлемді дәрігерлер көктамыр арқылы үздіксіз енгізілетін ерітінділермен ғана толықтырып отырды. Қалған тері қабаттарын сақтап қалуға тырысқан медицина қызметкерлері оның денесінің басым бөлігін стерилді медициналық дәкемен орап шықты. Олар бұл теріні орнынан ұстап, ағзаның сұйықтығы аз жоғалтуына көмектеседі деп үмітті. Алайда бұл нәтиже бермеді. Бірнеше сағаттың ішінде таңғыштардың бәрі қанға толықтырылды. Сұйықтықтың жоғалуы соншалықты көп болғандықтан дәрігерлер оны қайта-қайта алмастыруға мәжбүр болды. Дәрігерлер ағзада қанша сұйықтық жоғалып жатқан үнемі өлшеп өтірді. Себебі дәл сол мөлшерді қайтадан көктамыр арқылы енгізу қажет болатын. Сол кезде Хисаси ОУТ-дің жағдайы іс жүзінде үмітсіз еді. Медбикелердің бірі оның айтқан сөздерін жазып қалдырған. Енді жетеді, мен үйге қайтқым келеді, өтінемін. Тоқтатыңыздаршы. Ал осыларды осылай сандырақтап жатқан кезінде ол қайта-қайта анасын шақырған. Терісі толықтай серпімділігін жоғалтқандықтан қабықтары жабылмай қалды. Сол себепті ол тіпті көзін жұмып ұйықтай да алмады. Кейбір деректерде оның көз жасы қанмен араласқан күйде аққаны айтылады. Ауырсыну адам төзгісіз болғандықтан дәрігерлер оған ұйықтату және ауырсынуды азайту үшін өте жоғары мөлшерде түрлі дәрілер енгізіліп отырылған. Бас дәрігер отбасы мүшелерімен сөйлесіп, оның жағдайын жақсарту екіталай екенін, керісінше күн өткен сайын нашарлай түсетінін айтты. Соған қарамастан отбасы дәрігерлердің оның өмірін сақтап қалу үшін қолдан келген бәрін жасауды өтінді. Сол кезде қалған жалғыз мүмкіндік зертханада өсірілген жасанды теріні кең көлемде көшіру болатын. Дәрігер егер жаңа тері орнығып кетсе, ағзадағы сұйықтықтың жоғалуын азайтып, басқа емдеу тәсілдерін іздеуге уақыт ұтуға болады деп үміттенді. Өкінішке қарай, ашық жаралар арқылы үздіксіз жоғалып жатқан сұйықтықтың көптігінен жаңа тері орнықпай, көп ұзамай түсіп қалды. ОУТ ауруханада түскеніне 2 ай болды. Осы уақыт ішінде оған бірнеше рет қан құйылды. Дің жасушалары трансплантацияға тері көшірілді. Ол жасанды тыныс алу аппаратының көмегімен ғана тыныс алып жатты. Терісі шіріп кеткен еді. Қабықтары болмағандықтан көзі тіпті ұйықтап жатқанда да жабылмайтын. Ішегінен үздіксіз қан кетіп тұрды. Ең ауыры ол үнемі жанды қинайтын. Күйдіріп бара жатқандай ауырсынуды сезінетін. Соған қарамастан ол әрі тірі еді. Көп мөлшерде қан жоғалту және қайта қан құю тағы бір ауыр сауларға алып келді. Оның жүрегі минутына 120 рет соққанда жоғары иілікпен соғып тұрды. Бұл марафонда жүгіріп келе жатқан адамның жүрек соғысына ұқсас еді. Жүрекке түсетін жүктеме орасан зор болды. Көп ұзамай жүрегі тоқтап қалды. Дәрігерлер де реанимация жасау туралы
бұйрық болмағандықтан олар оны аман қалу үшін қолда келген бәрін жасауға міндетті еді. Олар дереу жүрекке жанама массаж жасап, жүрекке қайта соға бастады. Бірақ арада көп өтпей қайтадан тоқтап қалды. Дәрігерлер кардиотехникалық препараттармен енгізілді. Жүрекке 3 рет тоқтап, 3 рет қайта іске қосылғаннан кейін ғана тұрақты соға бастады. Бірақ оның соғысы әлі де өте жиі. Жүректің қайта тоқтап, қайта іске қосылуы мүмкін және де би қызметіне ауыр зиян келтірді. Уақыт өте келе барлық ішкі ағзалардың қызметі біртіндеп әлсірей бастады. Отбасы оны көруге келгенде Хисаси Оути оларды тани алмады. Тіпті сол кезде оның айналасындағы не болып жатқанын да түсінбеді. Және де осы уақытқа қарай оның өмірі толықтай неше түрлі аппараттарға тәуелді болды. Иммунитеттік жүйесі де бұзылып, иммундық жасушалары ағзадағы қалған ең әлсіз жасушалар да өле бастады. Көп ұзамай олардың саны мүлде қалмады. Сол кезде тіпті қарапайым суық тиюдің өзі бірнеше сағат ішінде оның өмірін қию мүмкін еді. Ауруханаға түскенде 81-ші түн болғанда бас дәрігер отбасының мүшелерін жинап, Хисаси Оутиді аман алып қалу мүмкін емес. Егер оның жүрегі тағы да тоқтаса, қайта тірілтуге әрекет жасамаған дұрыс деді. Бұл отбасы шешіммен келісіп, реанимация жасамау туралы құжатқа қол қойды. Олар осылайша оның ары қарай азабын тоқтатамыз деп үміттенді. Осы қорқынышты болған оқиға 83-ші күні Хисаси Оутидің жүрегі соңғы рет тоқтап, ол өмірден өтті. Бұл оқиғада нақты кімнің кінәлі екенін айту қиын. Әрине, ең үлкен жауапкершілік Оути жұмыс деген зауытқа жүктеледі. Бірақ оны аман алып қалу үшін бар мүмкіндігін пайдаланған дәрігерлерді кінәлауға бола ма? Немесе ұлының ағасының аман қалатынына соңына дейін сеніп, кез келген мүмкіндікке жармасқан отбасын кінәлауға бола ма? Мен бұл сұрақты нақты жауап бере алмаймын. Бірақ бір нәрсені анық. Мұндай азапты ешбір адам бастан кешіруге лайық емес. Осындай оқиғалар туралы неғұрлым көп адам білсе, болашақта дәл осындай қайғылы қателіктердің қайталануы ықтималдылығы соғұрлым азая түседі. Осындай оқиғалар туралы неғұрлым көп адам білсе, болашақта дәл осындай қайғылы жағдайлардың қайталануы ықтималдылығы соғұрлым азаяды.